Достар, люстраларды сүртіп біттім. Енді кешкі асқа тауық етімен бір тағам жасайтын боламын. Ол үшін бізге осындай тауықтың 2 аяғы керек. Жақсылап жуып аламыз. Енді осы тауықтың аяғын сковородкаға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Аздап май қосып жібереміз. Сковородкамызды қыздырып, енді тауығымызды салып, 2 жағын қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Тауығымыз қызарып қуырылып жатыр. Қапағын жауып қоямыз, қақпағын осылай. Сыртта корочкасы қытырлап, чтоб күйіп қуырылса, сондай дәмді болады. Өзбен екінші жағын ауыстырамын. Тағамға қосатын осындай көкөністерімізді дайындаймыз. Оғаштарды тураймыз. Баклажан қосамын. Жақсылап жуып алдық. Енді баклажандарымызды осылай тураймыз. Иісі деген өте керемет болып шығып жатыр тауық сандарын. Кез келген овощ қоссаңыздар болады. Баклажан жақсы көремін өзім. Сол үшін баклажанды көп қосамын. Тағам дайындаған кезде. Болгарский перецтен де аздап кішкене қосып жібереміз, жартысын. Міндетті түрде чеснок қосамын, сарымсақты. Кез келген тамақ дайындаған кезде осындай чеснок қосып жіберемін. Минимум бір 3-4 басын. Өте дәмді болады, және пайдалы. Турап қосып жібереміз. Және бір қызанақ. Помидор қосып жібереміз. Енді осы қоспамызды жаңағы тауықтың үстіне саламыз. Көкөністерді саламыз. Және тұз қосамыз. Брокколи тез пісетіндіктен соңына қарай қосамыз. Брокколидің пайдасы өте көп. Сол үшін міндетті түрде тағамға қосып тұру қажет. Жаңа тұзға салып жуып алдым. Осылай бөліп қоямыз.
пісіп қалған кезде брокколиді қосып жібереміз. 5 минут қалған кезде пісуге. Сол кезде дұрыс болады. И соевый соус қосып жүреміз. Сол кезде қызыл, өте әдемі болып шығады түрі. 5 минутта өшіре беруге болады. Енді мынау пісті. Өзі пісіп қалды. Енді пісті. Қазір жейміз. Достар, өзі мынау пісіп қалды. Мен ғой қызы. Мамам. Мінекей достар, біздің тағамымыз дайын болды. Өте оңай, 20 минутта тез-тез дайындалатын және өте дәмді тағам. Дайындап көріңіздер. Ал бізге ас болсын. Мам.